Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түсті қырыққабат, яғни цветная капустадан өте оңай жасалатын, дәмі керемет және тәбетті ашатын супер салат рецептін ұсынамын. Бұл салат кез келген дастарханның сәнін келтіріп, өзіңіздің де қонақтарыңыздың да көңілінен шығары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен көкөністерді дайындаймыз. Алдын ала тазаланып жуылған бір дана орташа сәбізді мінекей осындай үккіштен өткізіп аламыз. Келесі кезекте бір орташа қызыл болгар бұрышын мінекей осылайша ұзын және жіңішке етіп турау керек. Сонымен қатар үлкен 3 тілім сарымсақты дәл видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Сарымсақты үккіштен өткізудің және тым майдалаудың қажеті жоқ достар. Жай ғана осылай турасаңыздар жеткілікті. Ал енді достар, терең темір немесе шыны ыдысқа жаңағы алдын ала турап дайындап қойған көкөністерімізді видеода көрсетілгенде рет-ретімен салып бастаймыз. Айтпақшы достар, мен түсті қырыққабатты алдын ала осылай бөліп жуып қойғам және оны салатқа қайнатпай шикі күйінде саламын. Ал қазір салатқа арнайы маринад дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 1 литр су құйып қайнағанын күтеміз. Су қайнап бастағаннан кейін оған 2 ас қасық тұз бен 200 грамм қант қосып, қант ерігенше араластырамыз. Одан кейін 1 ас қасық 70% уксус, 2 шай қасық кориандр, 1 шай қасық паприка, кішкене ғана қызыл ащы бұрыш, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық куркума қосып араластырып оттан аламыз. Достар, куркуманы байқап қосыңыздар, 1 шай қасықтан көп қосып қоймаңыздар. Оны біз тек қана салатқа әдемі сары түс беру үшін ғана қосамыз, сондықтан мұқият болыңыздар. Сонымен қатар маринадқа қосатын барлық дәмдеуіштеріңіз сапалы және мерзімі дұрыс болуы тиіс. Мінекей достар, маринад дайын, оны ұзақ қайнатпаймыз. Араластырып алғаннан кейін ыстық кезінде бірден салаттың үстінен құямыз. Сонымен қатар 50 мл сұйық майдан да құйып, кішкене араластырып, толық суығанша бөлме температурасында қоямыз. Салат толық суығаннан кейін бетін тарелкамен жауып, 1 күнге тоңазытқышқа маринад жақсы сіңгенше салып қою керек. Мінекей достар, салат тоңазытқышта 1 күн тұрды. Қазір оны бір араластырып алып, дәмін тексереміз. Мінекей достар, қараңыздар, қырыққабат езілмеген және түсі өте әдемі болып шыққан. Достар, салат керемет болып шыққан, қырыққабаты кітірлеп тұр. Бұл салаттан жейтініңізді салып алып, қалғанын осы маринадта тоңазытқышта сақтай бересіздер. Тіпті маринадтың өзі керемет дәмді достар, оны да ішсеңіздер болады. Және салатқа қосымша әдемілік беру үшін мен қасына кинза жапырақтарын қостым. Бұл салат осындай суық кезде етті тағаммен керемет үйлеседі. Достар, осындай керемет рецепт үшін лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.